Сәлем достар, сіздермен Әсия. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кесе қуырдақ жасаймыз. Қазірде Инстаграмда, ТикТокта хит болып жатқан жаркое съедобный горшочки жасаймыз. Ендеше кеттік, менімен бірге жасаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: менде сиырдың еті, сары май, картоп, пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш және де қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Ал кесе қуырдақтың қамырына ұн, жұмыртқа, разрыхитель, қаймақ және су қажет. Толық қажетті заттардың құрамын астына описанияға жазып қалдырамын. Алдымен қамырымызды елеп аламыз. Ұнымызды толық електен өткіземіз. Енді үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және де 10-15% қаймағымызды саламыз. Суымызға кішкене тұз салып араластырып, суымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып үйленуі керек. Пищевой пленкаға немесе салафанға орап, жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Енді тамақтың салмасын дайындайық. Ең алдымен етті турап аламыз. Менде сиырдың еті, қалауларыңыз бойынша қойдың етін де қолдансаңыздар болады. Етімізді осындай көлемде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді картопты тураймыз. Картопты да осылай үлкен емес, орташа көлемде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан соң үстіне пиязды турап қосамыз. Және де мен 2-3 дана чеснок қостым. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосамыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Холодильниктен қамырымызды алып, 6 бөлікке бөлеміз. Міне қамырларды теңдей 6 бөлікке бөлдім. Бір қамырымызды алып, жаямыз. Өте қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта қамырымызды жаямыз. Міне біздің қамырымыз жайылды. Орташа қалыңдықта етіп жаямыз. Қамырдың екі жағынан кішкене кесіп алып қаламыз. Қазір бізге кесеміздің қақпақ секілді етіп жасауымыз қажет. Соған 2 бөлігін алып қаламыз да. Бізге осындай кесе қажет. Қамырымызды осы кесенің үстіне қойып, одан соң ішіне салмамызды саламыз. Салмамыздың бетіне кішкене сары май қосамыз.
Енді қамырымызды осылай бір-біріне біріктіреміз. Міне. Асты бізде толықтай бірікті. Енді мына кесіп алып қалған қамырымызбен крышка секілді етіп жасаймыз. Духовканың табағына пергамент қағазын төсеп, міне біздің әдемі болып шыққан қамырымызды осында қоямыз. Міне сіздерге тағы бір рет жасап көрсетейін. Қамырымызды осылай орташа қалыңдықта етіп жайып аламыз. Одан соң бетіне қақпақ секілді етіп жасауға екі жағынан осылай кесіп аламыз. Кішкене. Міне осы қамырымызды кесемізге қоямыз. Ортасын кішкене түсіңкіреп. Қамырымызды осылай кесеге саламыз. Одан соң барып, ішіне начинкасын саламыз. Салмасының бетіне кішкене осылай сары май саламыз. Одан соң барып, қамырымызды біріктіреміз бір-біріне. Ішіндегі салмасы шығып кетпейтіндей етіп, жақсылап біріктіру қажет. Міне, астын міне жақсылап біріктірдім. Енді бетіне крышка секілді етіп жасаймыз. Міне, біздің кесек қуырдағымыз тағы біреуі дайын болды. Енді духовканың табағына қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 50 минут пісіреміз. Міне біздің ерекше кесек қуырдақ деп аталынатын тағамыз дайын болды. Қонақтарға ұсынсаңыз да дастарханыңызда әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Жасалуы жеңіл, оп-оңай жасалынады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астына комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.